undress before the second date. Girls seem to like the boys, so don't appreciate all the money and the time that it takes to be fly. Сәлееем қымбатты достар. Мен YouTube'да видеоларды бастап, одан кейін біраз уақытқа жоғалып кеткенімді өздеріңіз байқаған боларсыздар. Менің жоғалуымның себебі бар. Себебі мен өркениеттен өшіп кеттім. Осылай табиғатта өмір сүремін. Шындықты айтатын болсам, өздеріңіз білетіндей мен магистратурада оқимын. Ал магистратура кезінде мамыр айында бүкіл үй жұмыстар емтихандарды тапсыратын кездерде болады. Қазір мен үй жұмыстарын тапсырып, емтихандарымды бітіріп, енді ғана босадым. Енді бізді алда жазғы YouTube'дағы видеолар көп, маусым күтіп тұр. Сіздер дайынсыздар ма? Достар, бүгінгі видеоны түсіруде маған көмектесіп жатқан және де қазір сіздердің назарларыңызда болатын менің досым Бағдагүл. Сәлеем достар, қалайсыңдар? Жаңа маусымға дайынсыңдар ма? Екі жаңа дос немесе бір ескі дос. Бір ескі дос. Бір ескі дос. Тау не мұхит? Тау. Тау. Жаз не көктем? Көктем. Көктем. Кофе немесе шай? Кофе. Шай. Пальма немесе шырша? Шыршам. Пальма. Күннің батуы немесе күннің атуы? Күннің батуы. Күн. Күннің атуы. Ақыл немесе жүрек? Ақыл. Ақыл. Жүгіру немесе билеу? Жүгіру. Жүгіру. Шалбар немесе көйлек? Көйлек. Шалбар. Хип-хоп немесе классика? Классика. Классика. 7 сағат ұйқы немесе достарымен қыдыру? Достармен қыдыру. Достарым, кешіріңдер. 7 сағат ұйқы. Өлең оқу немесе ән айту? Ән айту. Өлең оқу. Ақыл айту немесе ақыл қабылдау? Ақыл айту. Ақыл қабылдау. Назарда болу немесе байқаусыз шетте болу? Назарда болу. Назарда болу. Назарларыңыз үшін көп рахмет. Егер сізге талшынның видеолары ұнаса, оның YouTube'тағы каналына жазылып, лайк басыңыздар.